Сәлеметсіздер ме, құрметті өнер сүйер қауым. Менің атым Оркен. Мен өзім домбырашымын, орындаушымын. Павлодар қаласының музыкалық колледжін тамамдап, және де Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегімін. Қазіргі таңда Павлодар қаласындағы біздің музыкалық колледжінде сабақ беремін. Енді мен сіздерге сабақ сайын жаңа күй үйретіп, оны қалай меңгеру керек екенін түсіндіріп айтып өтемін. Енді сіздерге домбыраның құрылысы туралы айтып кетсем. Домбыра біздің қазақ халқымыздың дәстүрлі аспабы, қасиетті біздің қара домбырамыз. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Әр үйде, әр шаңырақта домбыра болу міндетті деп ойлаймын. Енді профессионалды түрде ойнамаса да, бірақ біздің дәстүрлі аспабымыз бен музыкамызды білу шарт деп түсінемін. Енді сіздерге домбыраның құрылысы туралы айтып кетсем. Домбыраның құрылысы. Мынау бізде домбыраның басы. Домбыраның басында екі құлағы бар. Домбыраның мойны. Домбыраның мойнында 19 пернесі бар. Домбыраның беті және домбыраның шанағы. Домбыраның шанағы 5, 7, 9, 11 шанақтан тұрады. Мынау домбыраның беті, домбыраның бет қақпағы. Осы бет қақпағында біз төмен және жоғары қағыстарды ойнаймыз. Домбыраның түймесі. Домбыраның түймесіне біз екі шекті тағып, оны үлкен тиекке кигізіп, және де кіші тиекке тағып, құлақтарына кигіземіз. Сол арқылы біз домбыраның бұрауын келтіреміз. Домбырада екі бұрау бар, ол оң бұрау және теріс бұрау. Қазіргі кезде менде оң бұрау тұр. Енді және де бұл бізде домбыраның ойығы. Енді домбыраның отырысы туралы айтып кетсем, қалай домбыраны дұрыс ұстау керек, дұрыс отыру керек. Міндетті түрде орындықтың шетіне отырамыз, және де сол аяғымызды сәл алдыға қарай шығарып қоямыз да, оң аяғымызды сол аяғының үстіне қоямыз. Домбыраны ұстамас бұрын арқаны тік ұстап үйрену керек. Көбі домбыраны ұстаған кезде, көбі домбыраға лайықтанып, иықтарын түсіріп тастайды. Ол қате болып саналады, себебі ертең сіздердің арқаңыз ауырып, беліңіз ауыра бастайды. Міндетті түрде арқамызды тік ұстаймыз. Домбыраны тік ұстағаннан кейін, осы домбыраны осы оң аяғымыздың үстінен қойып, егер сіз солақай болсаңыз, ендеше сізге сол аяққа қою керек. Қазіргі кезде оң аяққа қоямыз да, оң қолымызды домбыраның, то есть не үстіне, былай ұстаймыз міне. Осылай ұстау керек домбыраны, және де сол қолымызды домбыраның бас бармақ дейміз. Бас бармақты біз домбыраның үстіңгі жағына, мойының үстіңгі жағына, және қалған 4 саусағымыздың мойынның төменгі жағында болады. Енді бізде домбырада қағыстар деген болады. Штрихи дейміз, е? Штрихи қағыстар, оны біз төмен және жоғары қағыс болады. Төмен біз сұқ саусақпен аламыз, жоғары біз бас бармақпен. Төмен және жоғары қағыстар. Енді бүгінгі біздің күйіміз, ол халық күйі кеңес. Халық күйі деп неліктен айтады? Оның енді кезінде өзінің оны шығарған композитор, яғни әрине болды, бірақ оның кім екен нақты белгісіз, және де халық деген өз осы күйді ойнап, оның орындаушы нақты кім екен білмегендіктен, бірақ халықтан халыққа таралып, осы адам оны орындап, адамдар, сондықтан оны біз халық күйі деп айтамыз. Енді осы күйімізді бастасақ.
Өздеріңіз енді қарап отырсаңыз, мына жерде домбыраның үстіңгі жағында пернеде нүктелер бар. Кейбір домбыраларда, кейбір аспаптарда нүктелері алдыңғы жағында болады, ал менде ол үстіңгі жағында. Енді қағыстарын айтып кетсем, кеңес күйінің қағыстары. Оның басында екі қағыс төмен болады. Және де арасында лига болады. Қараңыздар, сіздерге ыңғайлы болу үшін мен төртке санап отырам. 1, 2, 3, 4. Әр санап, төртке санап, күйді жаттаймыз төртке санап. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5-ші пернеге, үстіңгі шекке біз бас бармақты қоямыз. Үстіңгі шекке, 5-ші пернеге бас бармақты қойып, енді төмен қағыз ойнаймыз. Міне қараңыз, 1, енді 2-ге санағанда біз бас бармағымызды тартамыз. То есть қағызсыз, штрихсыз, 1, 2, сосын 3, 4 дейміз. Яғни мынаны бұлай тартамыз. Мінекей. Сәл тартыңқырап отырдық. Енді қайттан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Міне. Одан кейін 1, 2, 3, 4. Және де оны енді қосып қайталаймыз. 2 рет ойнаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Сосын қайттан 1, 2, 3, 4, 1, жоғары, 3, 4. Түсінікті деп ойлаймын. Тағы да қайталап өтейін. Егер сізге түсініксіз болса, сіз можете перекрутить и посмотреть заново. Я вам буду объяснять и на казахском, и на русском, кому как удобно меня слушать. То есть ставим, это наш гриф, қазақша мойын деп айтамыз. У нас есть на домбре 19 перне. Это наши вот такие вот перне. Можете посмотреть. Хотя все, наверное, это знают. 19 перне, да? Теперь ставим на 5-ю точку, на пятый перне, вернее, ставим бас бармак, большой палец, и играем сперва вниз, потом лига, немножко тянем, да? Вниз, лига, 3, лига, потом 1, 2, 3, 4, и обратно, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот, это у нас было вступление. Теперь начинаем главную тему. Вот вы взяли, держали свой большой палец, да, поставили на верхнюю струну, на 5-й перне. Теперь первый палец ставим на нижнюю струну, вот снизу, да, с этой стороны, на 4-й перне. 4-ші пернеге бірінші саусағымызды қоямыз. Домбыра аспабында біз былай санаймыз. Бас бармақ 1, 2, 3, 4 деп санаймыз. Яғни бас бармақты үстіңгі 5-ші нүктеге қойып, бірінші саусағымызды 4-ші пернеге қоямыз. Сонда бізде осындай деген бірінші тақырыбы басталады. Қараңыздар, смотрите. Поставили свой первый палец на 4-й перне, играем вниз, 1, 2, лига, бас бармак, 3, 4. Затем, смотрите, еще раз покажу, да? 1, 2, 3, 4. Дальше играем обратно на первый палец вниз, 1, вниз, потом ставим 4-й палец на 3-ю точку. 3-я точка это у нас будет 7-й перне. 7-ші пернеге 4-ші саусақты қоямыз. 4-й палец это у нас мизинчик, кіші саусақ, я? Енді қараңыз. Первый сперва. 1, 2,
Потом второй палец ставим на пятой перне. 3, вверх қағыз. И на второй перне 4. Тогда прозвучит так. 1, 2, 3, 4. Екі төмен, екі жоғары. 2 вниз, 2 вверх. 1, 2, 3, 4. Затем 1, 2. Затем, это после, да? Первый, второй, четвертый, первый. Также будет 2 вниз, 2 вверх. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот. Это у нас была первая тема, да? Еще раз сейчас сыграем полную картину вместе с вступлением. 1, 2. У нас начало күйі-кеңес. На следующем, втором уроке я продолжу. Спасибо за внимание. Сіздерге көптен көп рахмет. Келесі сабақта осы халық күйі-кеңестің жалғасын көрсетемін. Сау болыңыздар.